Өзіңде жоспар болмаса, біреудің жоспарымен өмір сүресің дейді. Күні-түні тынбай жұмыс істейтін еңбек адамдары неліктен ең бай адамдар емес? Әлеуметтік желі бізге тіптен жақсы болды. Қазір адамдардың барлығы хаоста, көп адамдар ұйқыда десек болады. Мына әлеуметтік желі бізге тіптен жақсы болды. Адамдар өз өміріне жоспар құрып, өзінің мәселесін шешудің орнына, өзіне қатысы жоқ басқа біреулердің өмірін талқылап, сонымен айналысуда. Бейне бір ағыспен ағып бара жатқан қайықтай өзімізді тастап жібердік. Бұның барлығы өмірде жоспардың жоқтығынан. Өзіңде жоспар болмаса, біреудің жоспарымен өмір сүресің дейді. Мысалы, мемлекетте немесе кәсіпорында күні-түні тынбай жұмыс істейтін еңбек адамдары неліктен ең бай адамдар емес? Өйткені олар қанша еңбектенсе де біреудің жоспары бойынша жұмыс істеуде. Өмірде көп жетістікке жеткен адамдарды қарасаң, күнделікті жоспармен, айлық жоспармен, жылдық жоспармен өзінің не істейтінін, қайда баратынын, кім болатынын нық білген, жоспармен жүрген адамдар. Мысалы, жоспарсыз ештеме болмайды. Қарап тұрсаң, үлкен мемлекетте жетістікке жеткен кәсіпорында белгілі бір жоспар бойынша құрылған. Мысалға алатын болсақ, жоспармен салынған Астананың көшесін қара, жоспарсыз салынған Астана маңындағы Қоянды ауылының көшесін көрсең болады. Жоспарсыз басталған күніңде, өміріңде сәтті болмайды. Қарап тұрсаң, дүниеде барлығы бекер емес. Сенің ниетіңе, жоспарыңа қарай да Алла тағала саған жақсы ғұмырды нәсіп етеді. Сен күнделікті өміріңді жоспармен бастап, күнделікті айлық, жылдық өмірің егер жоспармен жүретін болсаң, және күнделікті өзіңе жоспар қойып, белгілі бір істерді атқарып отыратын болсаң, бір жылдың ішінде қандай жетістікке жеткеніңді өзіңді аңғармай қалатын боласың.